туды қандау рәсімі басталды. Ақсар басқа шалынған боз биенің қанын үлкен алтын шарға құйды. Қисарының жауынгері бас байрақ Айдаһар басты ақ туды алып келді. Томар туды қанға батырды. Аузы қанға малшынған туды аспанға көтергенде, ол желге толып дүрілдеп кетті. «Өмір жас, өлім жоқ!» деп айқайлайды Қисарының жауынгерлері. Ақинақ аспанға орман болып көтерілген. 92 баулы қызыл тудың жанында тұрып, Тұмар әскер басыларға соғыстың алдындағы соңғы дәм атау керені татырды. Қолындағы үлкен алтын шара орталанған сайын жанында тұрған жауынгер сабадан үстемелеп қымыз құйып тұрды. Қисардың әскер басы батырлары, билері мен оғландары боз биенің қанына саусақтарын ұшын батырып, содан соң Тұмардың алдына келіп, өздерінің қан-қан қолдарымен падишаның қолын сыртынан ұстап, шарадағы қымыздың бірінен кейін бірі ұрттаған. Парсын әскерлері қондыгер падишаның үстінде ұшып келе жатқан қызыл Айдаһарға зәресі ұша қарап қалған.